Швейцариялық ғалымдар тышқандарға зерттеу жүргізген. Тышқанның көрген білгені басынан өткен түрлі кезең, стресс, қиындықтың салдары оның бойында топтасып, кейін ұрпағына беріледі. Анадан емес, әкеден. Жас күнінде қатты стресс алған еркек тышқан бойындағы күйзелістің әсерін репродуктивті жасушалары арқылы ұрпағына береді. Бірақ еркек тышқан бала тәрбиесіне араласпайды. Бала тышқан өз күнін өзі көріп кеткенше жанында тек анасы болады. Ал мамандардың айтуынша генетикалық тұрғыда тышқан мен адам өте ұқсас. Әзірге мұндай зерттеу біздің, яғни адамдардың арасында жүргізілмеген. Бұл өте қиын, тіпті мүмкін емес. Дегенмен әкеден берілетін және ұрпақтың мінез құлқына, сондай-ақ психикалық және физикалық денсаулығына әсер ететін көптеген молекулалық факторлар бар дейді ғалымдар. Сонымен баланың жақсысы нағашыдан деген түсінік биологиялық заң емес. Ғылым баланың бойындағы қасиеттер ана мен әкеден тең дәрежеде берілетін дәлелдейді. Ал сол қасиеттердің қалай ашылатын тәрбиеге, ортаға, көрген қарым-қатынасқа байланысты. Эпигенетика көрсеткендей, адамға тек қан емес, өмірлік тәжірибе де мұра болады. Кей жағдайда ол тәжірибе әкеден де берілуі мүмкін. Демек, баланың кім болып қалыптасатынын бір жақты емес, ортақ жауапкершілік нәтижесі.